25-ші тапсырма. Listen and read. Then label the pictures with the words in bold. Тыңдаңыз және оқыңыз. Қалың шрифтпен берілген сөздерді суреттермен сәйкестіріңіз. Dracorex was a dinosaur that looked a lot like a dragon. The name Dracorex means Dragon King. Dracorex was about 3 meters long. It had a big head with a long nose. There were horns and spikes on its head and body, and it looked very scary. Dracorex had very sharp teeth. Scientists think that Dracorex liked eating plants, and just about anything else it found. What a strange creature! Deinonychus wasn't a big dinosaur, but it was very fast and very scary. Deinonychus means terrible claw. It had sharp claws and it liked fighting with other dinosaurs. Deinonychus was about 1 meter high and 3 meters long. It weighed around 80 kilos. It had a small head and a long tail. There were feathers all over its body, like a bird. Deinonychus enjoyed eating other dinosaurs, some much bigger than itself. What a scary creature! Dracorex бұл драконға қатты ұқсайтын динозавр түрі. Оның аты драконның королі деген мағынаны береді. Оның ұзындығы 3 метр және басы үлкен, мұрны ұзын. Оның басында және денесінде мүйізі және сүңгілері бар, және өте ол қорқынышты көрінеді. Дракорекстің тістері өткір. Ғалымдардың ойынша, Дракорекс өсімдіктер жегенді ұнататын және басқа да табылған заттарды жеуді. Қандай бір түрлі жаратылыс. Суретке қараймыз. Біріншісі horns, оның мүйіздері. Екіншісі сүңгілері spikes. Үшінші тістері teeth. Deinonychus үлкен динозавр болмаған. Ол өте жылдам және қорқынышты еді. Deinonychus сөзінің мағынасы сұмдық тырнақ деген мағынаны береді. Оның тырнақтары өткір және ол басқа динозаврлармен соғысқанды жақсы көретін. Оның ұзындығы 1 метрден 3 метрге дейін жететін. Оның салмағы 80 килограмм болатын. Оның басы кішкентай және құйрығы ұзын. Және оның денесінде, бүкіл денесінде құс сияқты жүндері бар етін. Deinonychus басқа өзінен үлкен динозаврларды жегенді ұнататын. Қандай қорқынышты жаратылыс. Суретке қараймыз. Төртіншісі бұл жүндері feathers. Бесінші құйрығы tail. Алтыншы тырнақтары claws. 26-шы тапсырма. Read and complete. Use and or but because. Оқыңыз және толтырыңыз. Және немесе алайда өйткені сөздерін қолданыңыз. Біріншісі, dinosaurs built nests and laid eggs just like birds today. Динозаврлар дәл бүгінгі күнде құстар сияқты ұя құрып, жұмыртқа қойған. Екіншісі, we don't know how long a dinosaur lived, but scientists think that some dinosaurs lived for over 100 years. Біз динозаврлардың қанша өмір сүргенін білмейміз. Алайда, ғалымдардың ойынша, кейбір динозаврлар
100 жылдан астам өмір сүрген. Үшінші, dinosaurs ate meat and or plants. Үшіншісінде and қолдансақ болады, немесе o қолдансақ болады. Немесе динозаврлар ет немесе өсімдік жейтін десек болады. Төртіншісі, some dinosaurs were small, but they had horns and spikes to protect them. Кейбір динозаврлар кішкентай еді, алайда олардың өздерін қорғау үшін мүйіздері және сүңгілері болған. Бесіншісі, we aren't sure of the dinosaur color because they don't exist anymore. Біз динозаврлардың қай түсте болғанына күмәнданамыз, өйткені қазіргі күнде олар жоқ. 27-ші тапсырма read, choose and complete. Оқыңыз, таңдаңыз және толтырыңыз. The Komodo dragon is the largest lizard in the world. It's about 3 meters long and weighs up to 150 kilos. It's brown and yellow, and it has got scales all over its body. The Komodo dragon has got 4 short legs and sharp claws and a long tail. It has got 60 very sharp teeth, too. Would you like to see one? Then visit Indonesia. Жиырма сегізінші тапсырма. Collect information about another dinosaur. Make a project or a PowerPoint presentation. Present it to the class. Басқа динозавр туралы ақпарат жинаңыз. Проект немесе презентация жасаңыз. Оны сыныбыңызға көрсетіп таныстырыңыз. 15-ші тапсырма. How much do you remember about Dracorex and Deinonychus? Read and write yes or no. Dracorex және Deinonychus туралы ақпарат қаншалықты есіңізде қалды? Оқыңыз және yes немесе no деп жазыңыз. Deinonychus could run really fast. Yes. Яғни Deinonychus тез жүгіре алады дейді. Өте тез жүгіре алады. Екіншісі was huge. Өте үлкен дейді. Дұрыс емес. It was small. Сондықтан no деп жазамыз. Үшіншісі had spines on its back. Оның арқасында сүңгілері бар дейді. Дұрыс емес. No деп жазамыз. Екінші динозаврымыз Dracorex. 4. Didn't have sharp teeth. Оның тістері өткір емес дейді. Дұрыс емес. Бесінші had horns and spikes on its head. Оның басында мүйізі және сүңгілері бар дейді. Дұрыс, yes деп жазамыз. Алтыншысы only 8 other animals. No деп жазамыз. Because it ate plants and other things it could find. 16-ші тапсырма. Read and write what the dinosaur names mean. Оқыңыз және динозавр аттарының мағыналарын жазыңыз. Сөйлемдерге қараймыз. Біріншісі Deinonychus means terrible claw. Екінші Microcephala means small head. Үшінші Spinosaurus means spine lizard. Және соңғысы Megalodon means huge tooth. Он жетінші тапсырма. Imagine you are a famous scientist who has just discovered a new dinosaur. Draw a picture and write a short description of it. Use the model below.
Өзіңізді әйгілі ғалым деп елестетіңіз және сіз жаңа динозаврды таптыңыз. Оның суретін салыңыз және сол динозаврды сипаттаңыз. Төменде берілген мәтін мысал ретінде қолдансаңыз болады. Мәтінді оқимыз. This is Microcephala. Microcephala lived millions of years ago. Microcephala means small head. It had a very long tail and long spikes on its back. It had really huge sharp claws that is used to rip into other dinosaurs. It had lots of feathers on its head. It could run really fast. Бұл Microcephala. Microcephala миллиондаған жылдар алдын өмір сүрген. Microcephala сөзінің мағынасы кішкентай бас деген мағынаны береді. Оның құйрығы өте ұзын және арқасында ұзын сүңгілері бар еді. Оның тырнақтары өте үлкен және үшкір еді. Оны басқа динозаврларға шабуыл жасау үшін қолданатын. Басында көп жүні бар еді. Ол өте тез жүгіре алатын.